Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Көптен бері, бір айдан бері видео шықпай қалды. Оның себебі мен оқуда болдым қалада. Сол себепті көптен бері видео шығарамадым. Күн суып кетіп, ауылға келе алмай қалдым. Бүгін сіздерге 9 наурыз күні шаруашылыққа бір қандай болып жатқан сіздерге көрсетейін деп видео түсіріп отырмын. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы, ал біз видеомызды бастаймыз. Көктем айы келгенімен ауылға әлі толығымен көктем келген жоқ. Өздеріңіз көргендеріңіздей жер езіліп, барлығы батпақ болып жатыр. Ең бірінші шаруашылықта біз өздеріңіз ең жақсы көретін бордақымен бастасақ. Өздеріңіз байқасаңыздар, бордақы қорамыз толығымен босады, барлығы сатылып, өзінің иелерін тапты, былайша айтқанда. Мына жерде тұрған, қазір әрқайсының бағасын айтып өтейін сіздерге. Мына жерде тұрған құнажын сиырымыз бар еді, ең артынан семірмей қойды деген. Соны саттық. Бұл бізде тірідей кетті, 420 мың теңге болды, бағасы сатылды. Оны бастапқы бағасын айт, соңғы бағасын айт дейді, комментарийде қанша қалдың, қанша саттың. Бұл бізде өзіміздің төлдер болған, барлығы тұрған, мына жерде ат қорында тұрған, барлығы өзіміздікі. Соның бағасы, тірі бағасы 420 мың теңге болды. 195 килограмм ет берді бұл сиырымыз бізде, өлшеп көргенде. Одан кейін бізде мына жерде екі бұқа тұрған. Екі бұқаның біреусі тірідей 400 мыңға сатылды, кішірегі 2 жасары. 3 жасары 500 мыңға сатылды бізде, тірідей екеуі. Екеуі 900 мыңға сатылды. Одан кейін мына жерде тағы да 1-2 құнажын тұрған болатын. Олардың әрқайсысы да сондай бағаларды өтті, құнажын бағаларында. Олар ең алдымен соғым уақытында сатылып кеткен болатын. Одан кейін бізде мына жерде қызыл бұқа тұрған, өздеріңіз білсеңіздер, видеоны көрсеңіздер. Герефорд бұқа 3 жасар. Ол бізде 850 мыңға сатылды. Пародисті болғандықтан өте ірі болды. Өздеріңіз видео басталмасты, алдыңғы видеоларды көрсеңіздер, осы бордақы басталған. Соны көрсеңіздер болады. Бұның бағасы 850 мың болды. Осылайынан барлық бордақы сатылды. Қазіргі таңда бұл жерде кешкісін тайынша бұқалар тұрып жатыр. Бір уақыт ат корм секілді жем жеп, кішкене еттерін жақсарту үшін осы жерге жеке қойып жүрміз. Кешкісін осындай жоңышқа жейді олар, экспарсет. Әрқайсысына жем береміз, бір-бір шашкеден 2 килограммнан. Солай бордақымыз жүріп жатыр. Шаруашылықтың шөп мөлшерін барлығын сіздерге айтып өтейін. Көктем келісімен жердің бәрі езіліп, батпақ болып жатыр. Сиырлар қазір бізде далада жайылымда жүр. Қоршауға айдап сағамыз, қамап барлығы. Мынау мені былтырдан қалған жон бізде, қыстан қалған. Қазір еріген сайын ақырындап осындай бетіндегі қамықтарын сиырға турап беріп жатырмыз. Ал қажап беріп, күрекпен. Міне осы жоңышқаны сап жатырмыз. Мына жерде өздеріңіз көрсеңіздер, жоңышқа болатын негізі. Мына жердің барлығы 6 телешкі жоңышқа жатқан. Ат қорымымыз, 6 бас бордақымыз осы 6 телешкіні қыстай жеп қойды. Әрқайсысы былайша айтқанда бір-бір телешкіден жеп қойды ғой. Енді ортасында бірақ аралас жылқы жеді, бір-екі тайлар жеді, солар араластырып жеді, барлығы бірге шаруашылықтағы малдарды. Мына жақта да бізде шөп тұрған, бағаран шөп, 6 телешкі тоже. Оны да жеп қойды. Мынау бізде сиырларды қыста ұстаған жеріміз. Қазіргі таңда езіліп жатқандықтан бұл жерді малды қоймайтын болдық. Себебі көктемде мына жерді жыртып біз картошка егеміз. Жердің ұжа миын шығарып егендіктен малды далаға айдайтын болып шештік. Қазіргі таңда жоңышқа қоршауда ішінде былтырдан қалған, күзден қалған шөпті жеп жатыр. Себебі күзде мал қамамағанбыз ішіне. Соны енді қазір жеп жатыр. Ана көрсеңіздер тау болып үйіліп тұрған, бізде қыстан бері жиналған малдың тезегі. Бір жыл бойы жиналған. Бір үлкен пойыздың вагонымен біреу шығады, шамамен айтқанда. Мына жерден біреу жарты шығады. Ар жақта сонда 2 вагон бізде тезек жиналды қыстан бері.
осындай нәтижелер. Бір мая, ар жақта жарты мая. Одан кейін мына жақта бір толық бір мая шөп қалды. Шамамен 20 телешкідей шөп бізде артылып қалды. 15-20 телешкідей. Негізі 10 телешкі шөпті жеді ғой, сонда тазалап айтқанда. Осындай нәтижелер, достар. Мынау бізде тайынша тұрған жақ. Бұл жақта езіліп кетті. Тайыншаларды сол себепті сиырмен қосып айдап жібердік. Мынау селкіміз алдында алған газипсеттеріміз. Барлық техника осылай жиналып тұр бір жерде. Жері езіліп кетті барлығы. Мынау міне мына жақта тайыншаның жиналған боғы. Ақырға шөп салмаса езіліп кетеді. Ал мына жақта бізде жылқы келетін, кешкісін шөп салып қоятынбыз осылаймен жылқыға, әрқайсысына бөліп. Бірақ жылқы бізде қазір кемейтін болды. Жер ашылды ғой енді. Сол себепті жылқы малы да қазір кешкісін кемей жүр. Шаруашылық осындай болып жатыр, достар. Көктем уақыты, өздеріңіз білесіздер, барлығы езіліп жатыр, мал төлдеп жатыр. Келесі видеода сіздерге бұқаларға қызыл Герефорд бұқаның бұзауларын көрсететін болам. Сол себепті, достар, каналға келіп қойыңыздар. Колокольчикті басып қойыңыздар, сонда шыққан видеоларды бірінші көріп отыратын боласыздар. Осымен видеомыз аяқталды. Сіздермен болған Агро каналы. Келесі видеода кездескенше.